Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Дертке ем арнасының көрермендері. Сіз білесіз бе? Кейбір дәрумендер ағза үшін пайда емес, керісінше у болуы мүмкін. Әсіресе 50-60 жастан кейін бұл өте маңызды. Ең жиі ішілетін дәрумен кальций. Бірақ оны шамадан тыс қабылдау ағзада тас жиналуына себеп болады. Кальций артық болғанда бүйрекке ауырлық түседі, жүрекке де зиян. Келесі қауіпті дәрумен В тобы. В1, В6, В12 жүйке жүйесіне пайдалы дейді. Алайда мөлшерден тыс қолданғанда бұлшық ет әлсіздігі, жүрек айнуы, тері бөртпелері пайда болады. Ал дәрумені ше? Оны бәрі ішіп жүр ғой. Дәруменнің шамадан тыс мөлшері бауырды улайды. Сонымен қатар жүрек ырғағын бұзады, кальцийдің қанға бөлінуін ретсіз етеді. Ең үлкен қателік дәріханадан өз бетімен алып ішу. Бұл дәрумен маған да көмектеседі деп ойлау қауіпті ой. Себебі әр адамның ағзасы тапшылығы әртүрлі. Анализ тапсырмай ішу ағзаны зақымдауы мүмкін. Емнің орнына зиян аласыз. Көп адам өзін шаршадым деп ойлап дәрумен ішіп бастайды. Бірақ шаршаудың себебі басқа болуы мүмкін: жүрек, қан қысымы, бауыр. Сондықтан алдымен міндетті түрде тексеріліңіз. Дәрумен ішкеннен кейін бас ауруы, іш өту, аллергия байқалса дереу тоқтатыңыз. Ең дұрыс шешім дәрігермен кеңесу. Табиғи жолмен дәрумен қабылдаңыз: күн, көкөніс, жеміс, таза су. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, бұл шындықты барлығы білуі керек. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.